Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге бауырдан пісірілген котлеттің рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге мясорубкадан өткізілген бауыр, картошка, сәбіз, пияз, жұмыртқа және бұрыш қажет болады. Бауырға пиязды қосып араластырамыз. Одан кейін сәбіз, картопты қосып жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызды қосып, тұз және де бұрышымызды қосып, дәмін келтіріп аламыз. Кішкене ұн қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Майымызды қыздырып аламыз да, котлетімізді үлкен ас қасықпен массамызды құйып пісіріп аламыз. Формасын өстіп келтіріп алсақ болады, домалақ қылып, немесе сопақ қылып форма келтіріп алуымызға болады. Екі жағын бірдей қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Котлеттеріміз жоп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Арнама тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.